Yok болғаннан кейін біз мына тақырыпты аудара алатын боламыз өзіміз. Иә? Так, енді бізде қазір мына жердегі сөзде жалпы ш деген сөзіміз жалпы қазақ тілінде айтқанда көлік деген мағынаны білдіреді. Қандай көлік? Мысалы, машина болу керек, мотоцикл болу керек, әртүрлі көліктің атаулары. Иә? Жалпы ш деген сөз көлік деген мағынаны білдіреді. Иә? Мысалы, осының ішінде зixingchi дегеніміз, мына жерде з деген сөз өзің басқаратын машина, ол қандай? Мына жерде шин, біз бір кезде бұны емхан, барып дегенде хан болып оқығанбыз, енді мына жерде шин болып тұр. Иә? Зixingchi, төртінші, екінші, бірінші тон. Зixingchi дегеніміз велосипед. Кәдімгі өзіміз тебетін велосипедті айтамыз. Зixingchi. Иә? Так, келесі бізде чи-чи төртінші тон, бірінші тонмен. Чи-чи дегеніміз кәдімгі чию, бензинмен байланысты, алдында сәндегі шой болып тұр. Сумен байланысты, бензинмен байланысты. Чи-чи дегеніміз бензинмен жүретін машина. Кәдімгі біздің күнделікті мініп жүретін жеңіл көліктерімізді біз чи-чи деп айтамыз. Ал келесі сөз бізде моточы дегеніміз мотоцикл. Екінші, бірінші тонмен. Моточы, мотоцикл. Кәдімгі мотоциклдерді айтамыз. Келесі соңғы сөз бізде чузучы. Барлығы бірінші тонмен жеңіл айтылады. Ешқандай бұрылыс жоқ. Чузучы дегеніміз такси. Кәдімгі күнделікті мінетін біздегі такси. Міне бұл кішігірім көлік атаулары. Ч жалпы көлік деген мағынаны білдіреді. Зixingchi велосипед, чи-чи машина, моточы мотоцикл, чузучы такси. Зixingchi, чи-чи, моточы, чузучы. Жақсы достар, Алла қаласа, келесі сағатта осы 14-ші сабақтың соңғы сөздерін аяқтайтын боламыз. Сау болыңыздар, сәттілік болсын. 2. 生词经理好久马马虎虎最近刚开学开有点儿有一点儿点儿还是咖啡杯车自行车汽车摩托车出租车颜色蓝亮专名关